Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміз төсекте әйеліне көңіл толмаған еркектің әңгімесі. Көрші балконнан тағы да айқай-шу естілді. Бұл жолы шыдай алмай өзім есіктерін барып қақтым. Тыңдап қарасаң, әйелдің даусы қатты шықты. Еркектігіне қарағанда бір-бірін боқтаған әйел мен еркектің даусы пойызда алып барады. Шыдай алмай есігін өзім қақтым. Бұндағы көшіп келгендері көп бола қойған жоқ. Бұл отбасыны бұрыннан танимын. Күйеуінің аты Шалқар, әйелінің аты Ақмарал. Екі баласы бар. Шалқар таксист, таң атпай жаман нексиясымен мініп қоқайып бара жатады. Кешке келіп жатады. Ақмарал былайша айтқанда дамай қазайқа сияқты. Екі баланы қарап аулада жүреді. Байқағаным жиі ұрсады. Ондай жанжал туған кезде Шалқар қашып біздің үйге келеді. Темекі сұрап, оның мұңын тыңдап мұжып отырады. Әйелі ашуы басылды-ау деген кезде ғана үйіне барады. Бірақ бүгін дау бұрынғыдан да қатты болған сияқты. Сол себепті есікті қақтым. Есікті Ақмарал ашты. Бұқылдап сөйлеп жатыр. Сүмелек, мені жесікше көреді екенсің ғой, төсекте айтпай түйгендеріңді көшеңе айт деп. Шалқарға қарадым да, жүр біздің үйге, әйеліңнің ашуы басылғанша дедім. Сөйтіп Шалқар темекі сұрады. Сөйтіп бәр мұңынша айтып бастады. Шалқар, мен әйеліме қағанаттанбаймын. Төсекте томпайды да жатады да қояды. Өтірік болса да дауыс шығармайды дейді. Әрине бұл еркек адамдарға өте маңызды екен. Шалқар екеуміз аулаға шығып, әлгі кітапты қарап отырсам, түрлі бәлелер бар екен. Шынымен де не істерімді білмеймін, бірақ расында да жезікшелер барып құмарымды анда-санда тартып тұрсам ба екен. Әлде төсектің қыр-сырын білетін көңілдес ұстау керек пе екен деді. Мен үндемедім. Ары қарай ашуы басылды-ау деген кезде үйіне кете барды. Ал ер азаматтар, сіздер бұған не дейсіздер?